Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен хит болған пирогтарымның бірі творожный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамай, видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге сіздерде жасап көріңіздер. Бізге ең алдымен електен өткізілген ұн қажет болады. Дәл осы ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды, яғни разрыхлителімізді және де өз қалауларыңызша дәм беру үшін ванилин, одан кейін қантымызды салып, қасығымыздың көмегімен осылай біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте дәл осы ұнымыздың үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, қолымыздың көмегімен осылай жақсылап біркелкі етіп араластырып майда крошка дайындап аламыз. Міне, біздің майда крошкаларымыз дайын. Келесі кезекте бір жұмыртқамызды салып, үздіксіз араластыра отырып, өте жұмсақ қамыр дайындап аламыз. Артық ұн немесе су қосудың қажеті жоқ. Келесі кезекте арасына салатын салмасына кірісеміз. Ол үшін бізге творог қажет болады. Дәл осы творогымыздың үстіне керек мөлшерде қаймағымызды, қантымызды және де 2 жұмыртқамызды дәл осы ретпен 2 ас қасық кукурузный крахмалымызды салып араластырып аламыз. Дәл осы ретте бізге блендер қажет болады, яғни блендеріміздің көмегімен дәл осы қоспадан сұйық массаға айналдырып аламыз. Келесі кезекте пісіруге арналған формамыздың ортасына осылай пергамент бумагасын салып және де жан жағын пирогымыз жабысып қалмас үшін майлап аламыз. Міне, дайын болған қамырымызды осылай 2 бөлікке бөліп аламыз. Бірі үлкен, екіншісі кішілеу. Үлкен қамырымызды осылай бортик жасай отырып, формамыздың ішіне жайып аламыз. Одан кейін үстіне сұйық массамызды, яғни начинкамызды салып, келесі кезекте алып қойған екінші бөлік қамырымызды осылай ұн себе отырып, өте жұқа етіп жайып аламыз. Жайып алған қамырымызды өз қалауымызша кесіп, пирогымыздың бетіне өз қалаған формаларымызда қойып шығамыз. Одан кейін дәл осы қойып шыққан қамырымыздың үстінен жұмыртқаның сарысымен жағып, алдын ала қызып тұрған пеште беті қызарғанша пісіріп аламыз. Барлығының грамдары мен мөлшері описание бөлімінде жазылған, сол жерге кіріп, сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Отбасыларыңызға арнап, міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр, ал бізге ас болсын.